қазіргі таңда көп ақша табамын, екіншісі тапқан ақшам қайда кетеді, немесе результат жоқ деген вопрос қой. Адамдар ақша тауып жатыр, бірақ қайда құртып жатыр. Қазірден бастап болашақ ұрпағымыз дұрыс, сауатты, бай болсын десе, көп ақша тапсын демес, қазіргі уақытта ақшаңды дұрыс басқаруды үйрету қажет. Тойға кредит қылып істейді, маған нәрсе істейді. Вопрос үлкен процентпен кредитті алып алады да, соның жауабын да ойлайды. Ақшамен ойнауға болмайды. Ақша басқарып кететін болса, ол сізді апаратын жерге апарады. Сондықтан ақшаны сіздер басқарыңыздар. Мотивация 72 сағат өмір сүреді негізі. Просто қазір бастаңыз оны. Иә. Қашан баста емес, қазір бастау керек. Дәл қазір. 100% ақшам кірсе, соның 90%-ын жинауға тырыстым. 10% өмір сүрдім. Табыс табамын, бірақ менен кедей адам жоқ қой. Екеуің бірге ақылдасып, бірге дұрыс қаржылық сауаттылықты қолдарыңызға алып, білім алып, келген ақшаларыңызды дұрыс басқаратын болсаңыздар, онда сіздер үлкен отбасы боласыздар. Сіз айтпақшы, қара су ішсе де, қара нан жесе де адам аштан ешқашан өлмейді. Просто нәпсінің жетегіне еріп, жұрттың баласы былай істеп жатыр екен, мен былай істеуім керек деген сияқты. Просто мидан шығарып тастау керек. Неге бізде әлі күнге дейін сол 7 миллион халықта үй жоқ? Бізде барлық бағдарламалар бар ғой. Мемлекетті де кінәлауға болмайды. Мемлекет қолынан келгенше жыл сайын бағдарламаның бәрін ашып жатыр. Адам чисто инстаға успешный көрсетеді. Ешқандай адам өмірінде ажырасу болып отқан, немесе қандай қиыншылық болып отқан көрсетпейді. Сіз мейлі 1045 кітап оқыңыз, 1045 семинарға барыңыз. Егер де сізде ешқандай әрекет болмаса, ертең Алла тағала басқа біреудің киімін кигізетіндей деңгейге түсіріп тастауы мүмкін да. Өйткені әр нәрсенің сұрауы бар. Бұл сабырлы бол. Қандай нәрсе келе ме, қателік болды мойында. Андай айтады ғой, Аллаға құл екен мойындаш болды дейді ғой. Ол қателіктен сабақ алуға әрекет жасайтын болса, өсуге өте жоғары нәрсең болады. Ешкімге ешқандайда бір теңгесіз, қарсыз өмір сүрген реально күшті. Сәлем достар, менің есімім Перизат Бауыржан қызы, 16 жылдық тәжірибесі бар қаржыгер маманмын. Бүгін біздің подкасттың қонағы, өзімнің шәкіртім, серіктесім Сапаралы Құралов. Дұрыс қой? Иә. Бүгін негізі біздің подкаст ақша жинау, баспана алу, қаржылық сауаттылықты айтатын үлкен алаң деп айтуға болады. Сондықтан шайларыңызды алып, бізбен бірге жақсылап подкастты көруге кеңес береміз. Өйткені бүгін негізгі деген тақырыпты талқыланатын болады. Жалпы біз бүгін қандай тақырыпты талқылаймыз? Адамдардың барлығында Каспий Голд'ын ашатын болсаң, выпискасын ашып қалсаң, мыңдаған обороттар бар, миллиондаған обороттар бар. Бірақ по факту қолдарында ешқандай ақша жоқ, бірақ оның есесіне қарызы бар, үйі жоқ, болмаса жинаған ақшасы, қоры жоқ. Осы тақырыпты кеңінен өрбітетін боламыз. Енді Сапар, жалпы сіздің алдыңызға келетін клиенттердің көбісінде жинаған ақшасы жоқ, баспанасы жоқ, қарызда, өмірге өкпелі, біреуден бір нәрсе күтіп жүр. Сіз қалай ойлайсыз? Неден? Сәлем достар, қалайсыздар? Көп рахмет осындай подкастқа шақырғандарыңызға. Жалпы Перизат Бауыржан қызымен бірге жұмыс істегелі, жалпы ұстазым болып келгелі Аллаға сан шүкір уже 2-ші жыл қатарынан болып жатыр. И вопрос, қазіргі таңда көп ақша табамын, екіншісі тапқан ақшам қайда кетеді, немесе результат жоқ деген вопрос қой. И қазіргі таңда көбісінің нәрсесі ақша табу мен ақша жаратудың ұғымы екі түрлі екен. Мен осыны көп қатты ұғына бастадым. Себебі 3,5 миллион теңге ақша табатын бір клиентіміз келді, бірақ на самом деле түбінде еш нәрсесі жоқ. Ал оның алдын 300 мың теңге табатын бір досым келді мен. Ол білесіз, өзіңіз білесіз, Мотокомфорттан үй алды. И вопрос неде бола бастады? Адамдар ақша табу мен ақша жаратудың айырмашылығын білмейді. Мен көп ақша табамын, бірақ оны қалай жаратамын дейтін на самом деле еш нәрсесі жоқ. Біз Астана қаласында өте үлкен бір форум болды. Сол форум кезде де бір разброс істедік. 14 жыл баспанасы жоқ. Айына 220 теңге квартира төлеп жатыр. Күйеуі мен айлығын адамы 800 теңге айлығы бар. Бірақ қолына жинап жатқан еш нәрсесі жоқ, машинасы да жоқ. Вопрос сол кезде мынандай ой бола бастады ғой. Адамдар ақша тауып жатыр, бірақ қайда құртып жатыр? Негізі адамды құртатын бірақ нәрсе не ғой? Өзімнен айым ба? Өзімнен айым ба? Мысалы, қазір бізге де келген адамдардың бәрі сұрағы, қош мен өзімнен айым ба дейді да. На самом деле ми сразу отказ беріп бастайды ғой. Қош сен өзің тауып жатсың ғой, өзің былай істе. Мысалы, сіздің қасында жүріп те көріп нәрсені байқады. Біз адамдардың барлығының көбісінің қателігі цифрамен бетпе-бет келуге қорқады. На самом деле расходтарын жаз дейтін болсаң, конкретно қорқады. Ал на самом деле расходтарын алып тұрып жазатын болсақ, кәдімгі
былай шығады ғой мхм. реально мына жерге кетті дейтін болсақ мына жерге кетті дейтін болсақ өте қиын. Мен қазір бір статистиканы зерттеп бастадым. Соңғы уақытта мен ақшаларды бөлек наличный істей бастадым. Себебі Каспий Голд ыңғайлы, цифровоймен төлеген ыңғайлы, бірақ ол жаның ауырып отқан жоқ. Ал наличный кетіп бара жатыр. 10 000 теңге төлеші қалтаңнан шығарып. Жүрегің ауырып бастайды екен. Әрине. Мен сол нәрсені оқып бастадым. Оны апайдың методикасымен үйренген. Қазір сол нәрсені өзіміздің ортаға, командаға сіңістіріп жатырмыз. Жалпы бұл жерде көп адамдардың қазір басты мәселесі бізге келген кезде мен көп ақша тапқым келеді дейді. Бірақ та сіздер көп ақша табу ол әрине дұрыс шығар. Өйткені біздің кішкентай кезімізден бастап тәрбиеміз солай болды. Сен бастық боласың, сен көп ақшаң болады, сен көп ақша табасың деп. Бірақ та біз қазір енді келесі буынға біз міндетті түрде тапқан ақшаны қалай ұстау керек, қалай жарату керек, ақша жинау мәдениетін біз қалыптастыруымыз керек. Әрине ол бірінші өзімізден. Бәрібір де бала ата-ананың көргенін жасайды. Сол сияқты қазір бизнес ашамын, болмаса сетевоймен айналысамын, болмаса жаңа инвестицияға саламын деп адамдардың барлығы одан сайын қарызға кіріп кетіп жатыр. Одан да қазір қанша тауып жатырсыз, қанша қабілетіңіз бар, қандай жұмысты жақсы жасай аласыз, соны жасап, сол тапқан ақшаның қайда кетіп жатқанын есептейтін болсаңыз, онда сіз 1 миллион, 5 миллион, 10 миллион айына таза тауып отқан адамдарға қарағанда сіздің дәрежеңіз жоғары болады. Өйткені сіз өзіңіздің тұрақты шығыныңызды білесіз, өзіңіздің мақсатыңызды білесіз. Сондықтан бұл жерде кіммен қандай адам келмесін, мен көп ақша тапқым келеді, бізге де мысалы оқығысы келеді, біздің саланы тапқым келеді, көп ақша тапқым келеді дейді. Бірақ ешкімнің басы қатып жатқан жоқ. Менің ақшам осы айда қайда кетті? Неге менің қалтамда ақша қалмай қалды деп. Мысалы консультацияға келді бір кісі 100 тамақтың өзіне 655 000 теңге өзі үйде отыр, ана балаларына фастфуд алып береді, тамақ істеуге ерінеді. Соның барлығын қараған кезде тек қана сол тамақта 4-ақ нәрсені алып тастағанның өзінде жылына 7-8 миллион ақша жинап қояды екен. Бірақ осы уақытқа дейін әлі квартирада жүр да мысалы. Сондықтан қазірден бастап болашақ ұрпағымыз дұрыс, сауатты, бай болсын десе, көп ақша тапсын демес, қазіргі уақытта ақшаңды дұрыс басқаруды үйрету қажет. Енді Сапар, мынандай сұрақ келіп тұр да, ақша, енді адамдарды біз қалай қаржылай сауатты ете аламыз, біз қалай ықпал ете аламыз, қалай ойлайсыз? Енді бір жыл бұрынғы келген клиенттер, мысалы, кейбіреу айтқанды жасап, белгілі бір дәрежеде бір емес 2-3 үйін алып жатыр, қорын жинап жатыр, баласын емдетіп жатыр. Ал енді бір бөлігі мүлдем ешнәрсе орындап жатқан жоқ, олар бүгінгі күнмен өмір сүреді. Яғни достар, біз бір-ақ күн өмір сүрмейміз, біз күнде өмір сүреміз, бір-ақ рет өлеміз. Сондықтан да бүгінгі күнде емес, ертеңгі күнімізде ойлап отырған дұрыс. Осы жағынан біз қалай ықпал ете аламыз? Біз енді айтып жатырмыз, бірақ Қазақстанда 25-30% адамдар статистикаға сүйенсек қаржылай сауатты деп саналады екен. Бірақ неге біздің қарызымыз көбейіп жатыр? Біз не істей аламыз? Өте орынды сұрақтың бірі деп айтсам болады. Мысалы, осы нәрсеге келмей жатып, менің қазір көбісін жасайтын қателік деп айтайыншы. Мен кәсіппен айналысып жатқаныма жалпы 5 жылдан астам уақыт болды. Қазіргі таңда шүкір айналысып жатырмыз. Вопрос мынандай, мен осы уақытқа дейін тапқан табыстарымда мен 1,5 миллион теңге ақша табыс тапқанмын. 10 миллионға дейін табыс тауып бастағанмын. Сол кезде жалпы қаржылай сауаттылық деген ұғымды қалай түсінеміз? Бірінші қаржылай сауаттылық деген ұғым нәрсе, сен расходыңа мән бер, шекараңнан асып кетпе, бірақ доходыңды көбейтуін амал жаса. И все. 500 мың табыс табасың ба? 200 мың теңге расход қойдың ба? Содан шекарадан аспау керек қой, болды. Сен келесі ай доходыңды көбейтуге миллионға жаса, бірақ 200 мың аспасын. Қазір көбісінің сұрағы мынандай ғой, өзің состояниеңді аяма, өзіңді істетпе, бизнес класспен жүр, ультимамен жүр, андай істе. Проблема жоқ, дұрыс состояние. Бірақ сен состояние реттеу үшін мына жақта қорың бар ма? Бірінші. Басында баспанасы жоқ адам қалай сен состояниең реттеп болады? Сен ай сайын квартира төле деп біреу басыңа келіп шегедей тіреліп тұратын болса. Қазір андай сұрақ болып бастады да. Дұрыс. Көбісі айтады, қазақ негізі, қазақ десең өзіңе тиеді, тойға шаршаған адамдар ғой. Тойға кредит қылып істейді, мына нәрсе істейді. Вопрос үлкен процентпен кредитті алып алады да, соны жабамын деп ойлайды. Негізі сен кредитті жабудағы негізгі мақсатың бүгінгі күннен басталсыншы. Мен не істеп жатырмын, қалай істеп жатырмын? Енді үлкен буын мен орта буынның, жас буынның айырмашылығы дейді ғой. Mesela қазіргі қасымда жүрген бауырларыма немесе команда адамдарға нәрсені ұғындырып бастадым. Сен табыс тауып жатсың, вопрос жаз цифра. Вопрос бүгіннен қалдырмай жазшы болды. Байқайсыз ба? Осыда бір жыл бұрын сізден консультация алатын адамдардың барлығы мен қасында жүрдім. Сол кезде сіз жаз деп айтатынсыз. Чисто жаз.
оборотын қараса дым жоқ деген, просто былай істейінші, бірінші әрекет былай болсын. Иә. Просто сіздер дәл қазір істейтін нәрсе, Каспи оборотыңызды шығарыңыз да жазыңыз бірінші әрекет. Екінші әрекет, просто дейсіз, егопқа кіріңіздер да стоп кредит басыңыздаршы. Болды. Бастамасы. Бастамасы. Қашан бастаймын емес, Сапар сіздерге айтып жатыр. Просто бүгін баста деп тұр. Мен сол нәрсені істеудің арқасында, Аллахқа сан шүкір деп айтайын, өте үлкен нәрселер жалпы алғаш бастамасы болды. Қазір қарызбен жабу деген нәрсе өте жоғары болса да, мен сол нәрсені көбінесе ұғына бастағанда, дұрыс шакпен жалпы өзімнің жолыммен ауып кетпеуді ұғына бастадым. Осылай. Керемет. Және де бізде енді Сапар негізі айтқанды бірде бір жасап, қазіргі уақытта нәтижелері Аллаға шүкір. Енді оның бәрін біз тізбектеп айтпаймыз. Бірақ өзіне есепті жақсы береді, өте қаржылай сауатты деп айтуға болады, және де біраз өзімен жасты, өзіне кішкентай буындарға қазіргі уақытта консультация беріп, жолын көрсетіп жатыр. Өйткені сізге жол көрсету оңай, өйткені жасап жатыр да, білет, міндетті түрде результаты болатын. Достар, қазір егер де білем, цифра деген ол ауыр. Біз андайғы елестетіп алғанбыз ғой. Жазсаң бір қиналасың да, соны бір позитивке айналдыру керек. Мысалы, бір күн отбасылық күн деп жариялап, айына бір рет барлығымыз жаңағы балаларымызды өзімізді сұрақтың астына алмай, әдемі жерде жиналып, отырып, өз-өзімізге отчет беруіміз керек. Сен қайда жараттың, мына ақша қайда кетті деп бастапқыда 1-2 рет ошибка, үлкен шығын, негізсіз шығындар болып кетуі мүмкін, бірақ ол кезде ұрыспай, таласпай, келесі айға дұрыс жоспар құрып, келісіп, сөйтіп мынау қаржылық сауаттылық, жазуды, кіріс шығысты жазуды бір позитивке айналдыру керек сияқты. Өйткені адамдық ақша жина десе, как будто бір біреуге жинап жатқан сияқты болады да. Енді мынандай, өздеріңіз бүгіннен бастап шешім қабылдайсыздар. Егер сіз дәл қазір 1 жыл бойы әдетке айналдырып, ақшаларыңызды қайда кетіп жатыр, қайдан келіп жатыр, барлығын жазсаңыздар, 1 жыл ғана стрессовать етесіздер. Ал егер жазбасаңыздар, өмір бақи стрессовать етесіздер. Сондықтан адам өзінің таңдауы өзінде. Ақшамен ойнауға болмайды. Ақша басқарып кететін болса, ол сізді апаратын жерге апарады. Сондықтан ақшаны сіздер басқарыңыздар. Жақсы. Енді қазіргі уақытта мынау Каспидегі оборот дедік, иә. Сіз өзіңіз ақшаны қалай жинайсыз? Сіз енді бір емес, осы уақытқа 6 айдың ішінде 3 баспана алдыңыз ғой. Қалай жинадыңыз, сол туралы айтып берсеңіз. Ең бірінші ақша жинаудың негізгі мақсаттарының бірі, мысалы менде артық ақша бола бастағанда, мысалы қазір көп ойлайды, Каспи депозит дейді ғой. Мен негізі Каспи депозитке кеңес бермеймін. Не себепті? Себебі одан шешіп алу оңай. Артында как тренер бар сияқты. Когда адам, сен айлық алдың ба, немесе бірдеңе істедің ба, сразу оны мүмкіндігі өсетін бір застройщикке, немесе мүмкіндігі бір құрылыс компаниясына, немесе жалпы отбасы банкке салуға шешім қабылдайтын өзім. Мысалы мен қазір өзім туған інім бар, өзінің расходтарынан бөлек, мен айына просто сал. Мен апарып аштырттым, сал. Жинат. Тиыннан ақша құрылады. Тиыннан ақша құрылады ғой, сразу салды, бір күнде барып ішің байып кеткен жоқ. Просто әрекетіңді бүгіннен баста жатың. Вопрос. Сіздің айтпақшы, қазір Қазақстанда 6 миллион 900 мың астам адам басында баспана жоқ болғандықтан, олардың баспана жоқ болу себебі бір-ақ нәрсе істеген. Ол не? Ақшаны дұрыс басқара алмау. Басқара алмау деген нәрсе не? Қазір айлығын алды. Мен бүгін тіптен көп отбасыда нәрсе істеген. Біз айлыққа жинасақ, айлық алған күні біздің үйде той дейді. Көп отбасыда. Айлық алған күні той. Менің досым бар, Қалыбек Олжас деген. Біз үй алып бергенбіз, апайдың қаржылай сауаттылығы арқасында. Шүкір өте жақсы. Сол досыма риза болатын. Ол 400-450 теңге, 300-350 айлық алды. Ол Алматыда бір үй, Астанада бір үй алды. Вопрос, мен қалай деп сұраймын ғой. Ол Астана мен Алматыда жұмыс істейтін кезде, официантта жұмыс істейді. Үйінің мен жұмысының арасы 4 километр. Түнде автобус жүрмей қалатын болса, таксимен бармайды, ешқашан. Жаяу барады. Реально айтамын. Жұмыстан түнгі 12-де жат, таңғы сағат 8-де болады. Мен айтам, сен официантты оңай емес па десе. Досым дейді, ол дисциплинаға ақша санап қалған. Біз оны тас деп айтамыз, бәріміз. Ол дінге де жақын жігіт еді, ол айтатын бір нәрсесі. Қазір екеумізде сұрақ болып қалатын. Қазір 1 жыл көрген азаптан кейін рахат көретін болса, ол мен үшін ол азап ұмытып кетеді дейді. Ал қазір рахат көріп кейін азап шегетін болса, ол азапты, қазіргі рахатта мен не пайда табамын дейді. Сол кезде кілт ете қалды. Реально айтамын.
соның Аллахқа сан шүкір қаржылай сауатты болу арқасында апайдан 7-20 жұмыс істеуін білесіз ғой өзіңізде. Өте жақсы вариантта үй алып, үй іші көзу конверсиясы жоғары бола бастады. И вопрос дәл қазір кәсіби обороттарыңыз конкретно ашып істеп просто действие ғой. Мен нәрсеге айтатым, апайға келіп жатқандар бәрін сізден тыңдайды, бәрін көреді, немесе осы подкастты көріп жатқаннан кейін адамдар мотивация болады. Мотивация 72 сағат өмір сүреді негізі. Просто қазір бастаңыз оны. Қашан баста емес, қазір бастау керек. Дәл қазір. Мысалы мен сіздің қасында жүріп бастадым. Сапар сен істе. Просто делай просто келдің ба, ақылын сұрап жатырмын сізден. Апай мен не істесем болады? Себебі бұл жолда сіз 16 жыл жүріп қойдыңыз ғой. Тура осылай да. Мысалы мен сізден қазір мына жерім денсаулығым ауырып жатыр, мен операция деп сұрай алмаймын ғой. Мен сізден қаржылай сауатты болу үшін не істеуім керек деген кезде маған апай бір-ақ нәрсе өткен. Келдім, Каспий оборотымды ашты. Осы 2 жыл бұрын, 1,5 жыл, 2 жыл бұрын. Мынау қайықта деді. Арғай сұрақ қоя алмай қалдым. Содан кейін Аллахқа сан шүкір қазір біргеміз. Тіптен қазіргі таңда көп нәрсені бірге жоспарлай аламыз. Сосын осыған байланысты тағы бір айтып кеткім келіп тұр. Мысалы, қазір адам әдемі сапалы өмір сүру үшін міндетті түрде қарым-қатынас, отбасы, жан-жағымен қарым-қатынасын дұрыс болу керек, денсаулық жақсы болу керек. Сосын барып қаржылық жағдайың реттелу керек. Өйткені Қазақстанда өзіңіз кешегі айтқан статистика сияқты 80% қаржылық отбасыңыздың қаржылық мәселесі шешілсе, онда ажырасу да азаяды. Неге біз соны мынандай ұзақ жылға жылап жүргеннен гөрі шешіп тастамасқа? Денсаулықты да, таңертең тұр, жүр, қарал. Екінші мысалы қарым-қатынас кішірей, жан-жағымен аралас деген сияқты. Үшінші бұл қаржы жағдай. Мен соны қолға алған кезде, шын айтсам бар ғой, мен айттым, 1,5 жылдың ішінде мен қаржылай тәуелсіз болам. Бірақ мен білдім, қандай этаптардан өтетінмін, қиналатынымды да білдім. 100% ақшам кірсе, соның 90%-ын жинауға тырыстым. 10% өмір сүрдім. Шын айтқанда кейде жұмыстан шаршап келген кезде холодильникте еш нәрсе болмайтын. Ол кезде жаз айы балалардың бәрі ауылда. Өзім ғанамын. Ана холодильникті ашқан кезде қимылдап кетеді ғой. Жоқ та, кәдімгі аш жаттым. Сөйтіп жүріп 1,5 жылда жазда 2 кроссовки, 2 ақ футболка, 2 шалбар болды. Сонымен ғана солай ғана өмір сүрдім. Айналамда енді көріп жүр, қалай жұмыс жасап жатырмын. Инстаграмда да көріп жатыр. Ой, сен неге өзіңе аяп қалғансың, сен саран екенсің. Болмаса сенің киімің өзің тапқан ақшаңа лайықты емес деген сияқты айтылды. То же самое қыста да. Кәдімгідей 1-2 нәрсемен ғана шығып, барлық ақшамды жинап, Аллаға шүкір, қазір міне 1,5 жылдың ішінде 30-40 жылғы егер өмір сүріп жатсақ, қаржылай тәуелсізбін, болмаса балаларыма да сол мұраны қалдырамын. 1,5 жылдың ішінде Аллаға шүкір, қазіргі уақытта енді бір ғана мәселе болып тұр. Енді сол жұмыс жасап, жұмыс басты болып, шынымен де ешкіммен араласқан жоқпын. Ешкімнің енді өлім жітіден қалмайсың ғой, бірақ тойларға барған жоқпын. Бірақ денсаулықты және де сол қаржылық жағдайымды 1,5 жылдан нық қойып алдым. Денсаулықтың да біраз мәселелер болды. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен шешіп алдым. Енді қарым-қатынасты қазір уже түзетуге жаңағы тырысып жатырмын. Сондықтан мен ойлаймын, мен қаржылай сауатты болған кезде, мен қаржылық еркіндікке шыққан кезде қасымдағы адамдар құмырсқа сияқты үймелей бастады. Бірақ біз уже сол моментте кімнен болдық, қанша қиындықтан өттік қой. Сол адамдарды ғана шынымен де қадір тұтасың, сол адамдар мен үшін бағалы, құнды болып қалады. Сондықтан біреудің мнениесін құрсын, анау не айтады, мынау не айтады деп шашылмаңыздар, достар, шашылмаңыздар. Ертең Құдай сақтасын, больницаға бір нәрсеге жатып қалатын болсаңыз, сізге тек қана көмектесетін ақша. Ата-анаңыз бәрі қарасатын шығар, бірақ ақша сізді алып шығады. Жолға шығасыз ба, бір жағдай бола ма, сізді алып шығатын ақша. Алла алдымен, бірінші, екінші әрекет ол сіздің ақшаңыз. Сондықтан да сіздің ең қазіргі, ең жақсы досыңыз ол сіздің ақшаңыз. Сондықтан да бүгінгі күнмен өмір сүріп, қалай болса солай, былайша айтқанда басқаларға наплевать бар ғой, сенің не киіп жүр, не ішіп жүргені ше. Әркім өзінің қара басын ойлайды. Сол кезде айтуы мүмкін, ой, сен молодецсің деп ше. Бірақ та шын айтқанда
сен не істеп жатқаның басқаларға қызық емес, сондықтан да өзіңізге қызық болыңыз, өзіңізбен күресіңіз. Жұрттың сөзі И айналаның кәдімгі отбасыңызды үлкен қорғап тастаңыз. Ешкім кірмейтіндей, ешкім шықпайтындай, ешкім сіздің отбасыңызға келіп неше түрлі нәрсені айтып кетпейтіндей өмір сүретін болсаңыз, онда сапалы өмірді осылай деп айтамын. Сондықтан да қазіргі әрбір күніңіз босқа өтпесін. Алыңыз, просто 5000 теңгеден бастап жинаңыз. Мен вообще сапарға айтқан болатынмын, 90% жина. 10%-бен өмір сүр. Содан бір аштан өліп, бір нәрсе болды ма, далада қалып. Апай, сізге бірдеңе айтайын ба? Мен осы жерден ашылып айтылып жатырмыз ғой. Как осы уақытқа дейін көп подкасттарда более мен жүргізетінмін. И апайдан андай сұрақ болдым. Мен октябрь айында ма, қателеспесем, октябрь айында шүкір табыс таптым. Тапқан суммамның 10%-ын қана реально айтамын, мен апайға көрсеттім, осындай теңге табылды мына нәрсе. Әлі есімде. Бірінші алатын үйді октябрь айында. И сол кезде торттан на үйді деп апай алып берді, осыны көр деді. И реально айтайын ба, бір октябрь айында Аллахқа сан шүкір 15 мың теңгемен өмір сүрдім. Реально өтіп кеттім. Ауылдан поддержка берді. И апай қалай қиналып көп. Енді апайым да как қазір ұстазым, анашым, бір серіктесім қазірден ол кезде поддержка берді, отбасым. Бірақ вопрос, мен содан асып кетпесін дедім да. Сізге не үшін 15 мың теңге жетті айтайын ба? Өйткені сіз ата-анаңызға мойындадыңыз. Мен ондай крутой емеспін. Менен ақша сұрамаңдар. Мен өз күнімді өзім әрең көріп жүрмін деген кезде ғана барып, ана сізден бір нәрсе сұрағысы келіп тұратын, мысалы, жақындарыңыз деп айтайын енді, сізге наоборот поддержка бере бастады. Сіз уже көрді. Мысалы, етіңіз келді, басқа енді оның бәрі көмек қой, әжептәуір, бір рет квартираңыз төлеп берді дедіңіз әкеңіз, Аллаға шүкір да. Сол мойындау. Біз сол мойындамаймыз ғой, біз ата-анамыздан бастап бәріне крутой болып көрінеміз ғой. Сосын әрине. Жібермейді ғой. Жібермейді, Просто андай қазақтарда мен түсінгенім, когда адам өсем дейтін болса, сіздің қасында жүріп, ең ерте түсінген нәрсем, и соңғы ситуациялар кезде де, жалпы бизнесте жүргенде де, кәсіпте жүргенде де, қандай нәрсе болған кезде, бұл сабырлы бол, и қандай нәрсе келе ме, қатер болды мойында. Андай айтады ғой, Аллаға құл екен мойындаш болды дейді ғой. Болды мойында болды все. Мойында қателік кетті, ол қателіктен сабақ алуға әрекет жасайтын болса, өсуге өте жоғары нәрсең болады. Былайша айтқанда маскасыз шынымен де бар ғой, тыныш әдемі өмір сүруге болады. Білмеймін енді, Forbes-қа кірмей ақ қойыңыздар, бір миллиардер болмай ақ қойыңыздар, просто қарызсыз, ана бала шағаңызға күнделікті келіп атқан несібесін, пожалуйста, ана пайызға, басқаға жұмсамай, соны өздеріне дұрыс капитал ретінде жинағандарыңыз дұрыс сияқты. Енді біз өзіміздің өткен жолымыздан айтып жатырмыз, ешкімге ақыл айтудан аулақпыз, бірақ абзалырақ еді. Мысалы, бізде андай шүкір қаншама адамдар болып бастады, қаржы сауатты. Мысалы, адамдарға біздің құрып берген кейбір схемалар оларға нәпсісіне ауыр болып бастайды. Басында бір ай, тіптен 10 жылдап, 10 жыл емес, 1 жылдап қиналып бастайды. И кейін өте үлкен рахмат еді. Кеше бізде Әсел деген ханым үй алған, есімде 17 апрель күні алып бергенбіз, 17 сәуір күні алып бергенбіз. И алып берген кезде Түрекком тек комфорт-класс кирпичнен алып бердік. Аллахқа сан шүкір 41 миллионға. 41 миллион 800 мың алып берген. Мен есімде Аброй деген шықадан. И вопрос, Абройды кеше барып көре саламыз, 58 миллион болып тұр. И еще ол кісі келді, біз команда ретінде өте араластық. Еще оның сіңлісін алып бердік, күйеу баласына жалпы. Одан кейін тағы бір адамнан. И кеп құшақтап бетінен сүйіп отыр. И вопрос андай да, айтты бірақ басында, мен мына жакалы мен алмаймын, анау маған ұрысып кеткен. Реально айтам, сен керек емес деп ше. И Әсел ханымда мен қазір қуанатыным, оның айтады, мен бұл жақан сатпаймын. Егер де ертең біткеннің өзінде бұл явно 70 миллионға баратын уверен дейді да. И тура сол сияқты қаржы сауатты адамдар басына нәпсісіне өте ауыр болып бастайды. Бірақ сол этаптан айтпақшы өткеннен кейін себебі олар не ішем, не киемін деп жүрмейді. Сізге айтайыншы, мен осы уақытқа жасаған ең үлкен қателігім бар. Қандай? Мен бизнес саласына айналысқаныма 5 жылдан астам уақыт болды. Қаншама блогер, қаншама мықты мамандардың жалпы дамуына, өсуіне өте үлкен командамен жұмыс істедік. Как минимум айына 2 миллион, 3 миллион табатын кезінде. Миллионнан табыс табатын. И сол кезде вопрос андай, табыс табамын, бірақ менен кедей адам жоқ қой. Реально айтамын. Күніне әшейін обедтің өзіне 10-15 мың кетеді. Кешке осындай. Вопрос, сен анаяқта тамақ же, анаяқта тамақ же, аш қалмасаң болды ғой. Мына нәрсені түсініп бастадым да, көп ақша табуға дұрыс фокус қой, бірақ расходың асып кетпесін. Болды. Сол принципті ұста. Тұрақты шығын тақты болды. Болды, адам ешқандай
сызық өмір сүруге болады. Сосын бір статистика оқып қалдым кеше. 2024 жылы үйленгендер санынан қарағанда 2024 жылы жалпы ажырасқандар саны жалпы жыл сайын статистика шығады, 53%-ға қарасыпты. 53% болған. Сонда мысалы примерно 1000 отбасы үйленсе 530 отбасы ажырасқан. Вопрос неден шыққан? 92%, 89 мен 92%-ның арасындағы адамдардың жоқшылығы. Яғни олардың вопросы қаржылай сауатты болмауының арқасында, яғни баспана жоқ деп айтайыншы. Иә. Баспана жоғынан ақша таппайды, анау андай, мынандай дейді. Ол өзін әрең өмір сүріп жүрген еркек екінші отбасын алады. Иә. Әйел ол бала шағасымен, на самом деле түбінде сен асырай алмадың деп екіге кетіп жатыр. Мен сол Тенгри Ньюстен оқыдым, басым кетті ғой. Сол кезде адамдарды құртатын мақтаншылық, оралмаушылық, мен нәпсі, мен болуым керек болды все. Мен алдым ба, мен мынандай үлкен процентпен машина алады. Үйтеді, на самом деле отбасы құлдырап отқан өз білмейді екен. Иә, сол ғой біреуге бір нәрсе дәлелдеймін деп құртады. Сосын көп отбасында қазір енді барлық жерде әлеуметтік желіде айтып жатыр ғой, ер адам табу керек, әйел адам, сондықтан құртып жатыр. Жоқ, достар, қазіргі уақытта екі жақтап жұмыс жасау керек. Екі жақтан бірдей бала тәрбиелеу керек. Екі жақтан жұмыс жасау керек. Анандай жоқ, бір адам басына мініп алып, жаңағы ақыл айтып отырудың қажеті жоқ. Сол жағынан да мен барлық қыздарға айтамын, білім алыңдар. Бар тұрмысқа шығып барған жерлеріңде шынымен де ондай қиыншылықтар болады ғой. Лучше сол күйеу екеуің бірге ақылдасып, бірге дұрыс қаржылық сауаттылықты қолдарыңызға алып, білім алып, келген ақшаларыңызды дұрыс басқаратын болсаңыздар, онда сіздер үлкен отбасы боласыздар. Қазір мен де байқаймын, қаншама келеді, көбісі ажырасқандар. Бір жағдай болатын шығар басқаша да, бірақ та көбісі сол жоқшылықтың кесірінен маған біреу вообще былай деп келді, маған махрге айтылған затымды алып берген жоқ. Сол үшін мен оған жай ғана беріле салмаймын, өмірімді бермеймін деп дүниенің несі болып кетті да, санасып кетті. Сондықтан да шынымен де жастар егер де қазірден бастап ажырасып, отбасы балалар жетім болған, ол дұрыс емес. Одан да басқа жағын қарастырып көріңіздер. Ол жағын емес, басқа жағын. Қарым-қатынас, қаржылық сауаттылық деген сияқты. Жалпы енді қазір мысалы көп ақша тауып жатыр, ақша жинай алмай жатыр дедік қой. Баспана алуға бастапқы жарнасы жоқ деп жатыр, Енді бізде енді болады ғой, бастапқы жарнасы жоқ болса да үй алуға мүмкіндігі бар. Кішігірім бір бөлмелі, бір 10-15-13 миллионға дейін алуға мүмкіндіктері бар ғой негізінде төлеуге. Неге бізде әлі күнге дейін сол 7 миллион халықта үй жоқ? Бізде барлық бағдарламалар бар ғой. Мемлекетті де кінәлауға болмайды. Мемлекет қолынан келгенше жыл сайын бағдарламаның бәрін ашып жатыр. Барлық нәрсе қарастырылған. Несие тарихыңыз нашар болса да, бастапқы жарнаңыз жоқ болса да, официально жұмыс жасамасаңыз да, неге соны пайдаланып алмайды халық? Мынандай деп ойлаймын, мысалы, үй жоқтың күйі жоқ дейді, мысалы, тура сол сияқты бізде келіп жатқан клиенттердің основной осы уақытқа 14-15 жыл, тіптен 10 жылдап тұрып, үйге квартира төлеп тастайды. Квартира төлеп тастайды. Осыдан алдын жақында бір клиентімізге алып бердік біз. Сол кезде вопрос андай бола бастады. Мен алдында есеп еткіздім. Средний статистикасын алдында есеп еткіздім. 10 жылға, примерно жылының өзіне 2,5 миллион теңге әшейін квартира кетті. Ол 10 жылдан қараса, 10 жылда 25 миллион теңге ақша кетті. Яғни бір үйдің бағасы кезіндегі трехкомнатный үйдің бағасы 25 миллион. Қазір двухкомнатный ғой. И вопрос андай сұрақ бола бастады да. Есеп еткіздім. Аз пайызмен. Яғни бастапқы жарнасыз мына нәрсені былай істесеңіз қалай болады? Білем, қазір оған дейін 2-3 ай қиын болады, бірақ кірсеңіз қалай болады? Сосын айттым, 10 жылдан бері басыңызды бастырдыңыз ма? Жоқ. Неше квартира ауыстыңыз? Осымен санаттырдым, на самом деле 47 квартира ауыстырды 10 жылдан бері. 47 квартира ауысқан квартира болды. Сіз 10 жылдан бері өзіңіздің үйіңізге тура сол ақшаны құйған не болатын еді? Зато баспана болатын еді. Айтамын да, миым жарылды дейді. Вопрос менің жарылған жоқ деймін да. Вопрос дұрыс жауап алу үшін дұрыс сұрақ қойып алу керек. Біз солай келдік, разбормен келдік та. Аллахқа сан шүкір, өте жақсы вариантта үй алдық. Біліп тұрып екен. Вопрос андай да, адам бастапқы жарнасыз айтпақшы, мемлекет адамдарға, жастарға, жалпы қарапайым халыққа өте үлкен қолдау беріп қойған. Просто оны көретін көз, еститін құлақ, білетін білім дей ма жалпы. Андай ғой, өйткенше үй алу үшін
наличный ақшаң болу керек, үй алу үшін мына нәрсе болу керек, үй алу үшін мамандарға бармайды, 5 мың теңгелік консультациясы немесе 5 мың немесе құны 15 мың теңге тұратын мамандарға бармайды, бірақ барады да ай сайын төлейтін суммасы 3 есе жоғарыдан барады да банкқа алады да адамдар. Иә. Вопрос негізі адамдарға біз айтамыз ғой, әрдайым сіздің қасында жүріпті ұранымыз бар, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн боламын дей ма? Тура сол сияқты қаржылай сауатты қазақ қоғамын құру негізгі мақсаттарымыз бірі. Сол себептен бастапқы жарнасызда немесе кредит тарихыңызды айтпақшы, жоқ болса, нашар болса да, жалпы қандай мүмкіндік болса да үй алуға әрдайым кешеміз. Сосын мысалы айтады, мысалы 150-200 мыңнан ғана төлеймін дейді, одан асып кетпеу керек дейді. Бірақ та өздерінің алатын үйі 3 бөлме болмаса таңдап қалады. Сондықтан да бастапқы басыңызда баспана болмаса, мейлі әйтеуір 4 қабырға болса да алып алыңыз. Бәрібір де баспанаңыз болса, берекесі келеді ақшаңыздың. Зато сіз әр адамға жаңа біреудің ипотекасын былайша айтқанда төлеп беріп отыр ғой, квартирант болып. Сол квартирант деген списоктан шегерілесті. Сондықтан да қандай үй болсын, мейлі ол 30 квадрат, мейлі ол 35 квадрат алып қойыңыздар. Өздеріңіз қараңыздар, егер де сіз жарайды бір 100 квадрат аласыз, қиналып, үлкен ақша сумма төлейсіз оған ай сайын. Сол 100 квадраттағы қиналған жақсы ма, әлде 35-40 квадратный метр үй алып, сол жерде бақытты, қиналмай әдемі өмір сүрген жақсы ма? Әрине адамның өзінің таңдауы. Достар, қазіргі уақытта шынымен де көп адамдардың жүректер қарайып кеткен. Потому что көріп жатқан қиыншылық, жоқшылық, білместен үлкен қарызға кіріп кетіп жатыр. Енді әртүрлі, біз бәрін бүйтіп кінәламаймыз. Просто әртүрлі жағдаймен қарызға да кіріп кетіп жатыр, Оның барлығын шешуге болады. Біздің Қазақстанда, негізі елімізде үй алуда, қарыздан құтылуда, ақша жинауда оңай. Просто біз оны серьезно қабылдап жатқан жоқпыз. Бұны біз қаржылық сауатты қараңызшы. Қаржылық сауаттылықты мен былай кеше бүйтіп ойланып отырсам, адам спортқа барам деп жүргеніне мысалы 10 жыл болуы мүмкін. Болмаса диета ұстаймын, дұрыс тамақтанамын деп жүргеніне 10 жыл болуы мүмкін. Дәл солай қаржылық сауаттылықты да осылай алып келіп жатыр да. Сіз мейлі 1045 кітап оқыңыз, 1045 семинарға барыңыз. Егер де сізде ешқандай әрекет болмаса, онда осы күніңізден де ертең жасамайтын болсаңыз, ертең Алла тағала басқа біреудің киімін кигізетіндей деңгейге түсіріп тастауы мүмкін да. Өйткені әр нәрсенің сұрауы бар. Любой жаңа киім алсаңыз да артында этикеткасы тұрады. Сол сияқты сіздің қазір жаратылған ақшаңыздың бәрібір ертең сұрауы болады. Сондықтан да бұл ойыншық нәрсе емес, ойнайтын нәрсе емес. Денсаулық та солай. Қазір қарамасаң, ертең ол баратын жеріне барады, дұрыс тамақтанбау да соған әкеледі. Сіз қандай әрекет жасайсыз? Мысалы, қазір сіз аямай қант жей беретін болсаңыз, оның ертеңгі көрінісі сахарный диабет. Сол сияқты болды. Сондықтан балаларыңыз қиналмай, балаларыңыз ертең дұрыс осылай жоқшылықта өмір сүрмеу үшін өзіңізден кішкентай болса да бастаңыздар. Неге адамдар қаржылық сауаттылыққа келмейді? Өйткені бұл ұзақ мерзімді процесс қой, шыдамайды біздікі. Егер де шыдап беретін болса, хотя бы 3 ай, онда қаржылық жағдай әжептәуір реттеліп қалатын еді. Бізде шыдамсызбыз біз бүгінгі күнмен қазір бола салғанды қалаймыз. Дәл солай біз балаларымызға қазір үйретіп жатырмыз. Сондықтан да өздеріңіз алыңыздар. Шығынды да жазсаңыздар да, кірісті де жазсаңыздар да, барып азық-түлік әкелсеңіздер де, балаларыңызбен ортақ шешім қабылдап жасайтын болсаңыз, плюс балаларыңыздың да болашағы жарқын болатынына сенеміз. Жалпы қазіргі уақытта Сапар мынандай нәрсе болып отыр да, біздің жастар қазір орта буынға қарағанда өте жақсы табыс табады, өте білімді, ұшқыр, ойлау қабілеті де барлық жағынан жақсы. Бірақ неге әрекет аз? Қазір жалпы андай цифровой деп айтсақ болады, телефон, жалпы IT-дің көмегі деп. Негізі қарапайым халық баяғыдан қарағанда жалпы көз ашық көкірегі жастардың. Реально айтамын. Себебі өзімде жас болғандықтан мен армандап жүрген суммамды жалпы 22 жасымда тапқанмын. Мен үшін арман болған сумманы 22 жасымда тапқанмын да. И вопрос андай да. Сол кезде тапқан кезде де оңай табылған ақша, бірақ оңай кетеді екен. Мен оның көзім 100% жетті. Қазір ойланып қараймын ғой. Себебі ол жерде, қазір жастар андай бір тапқан табысымды мен өмір бойы таба беремін деп ойлайды. Өмір бойы таба беремін болды деп. Просто вопрос сізге табыс тапқан кезіңізде дұрыс маманға барып, немесе менторға барып, сіз сияқты, немесе қаржылай сауатты маманның адамның ақпаратын алып, ол ақшасын қазір нәпсісіне құртпай, оны более инвестицияға, более өзінің болашағына арнау керек, мен түсінгем. Қазір жастарға мына нәрсені айтамын, мен қасында жүрген барлық адамдарға айтамын. Еш қашанда, еш уақытта да
нәпсім былай істеп тұр екен, мен ішем, мен жеймін, мен көріп қалуым керек, мен жас екем деген нәрсе миыңыздан шығарып тастаңыз болды. өмірім әлі алда деген сияқты ма? Өмірің әлі алда, дұрыс алда, бірақ қаржылай сауатсыз болсаңыз өміріңіз алда. Просто қазір табыс таптыңыз, қазір фрилансерлер өте көп, табыс тауып адамдар өте көп. Қаншама мысалы маркетинг саласында табыс тауып отқан менің айналамда минимум айына миллионнан жоғары табыс тауып отыр. Бірақ басында бір табыс жоқ. Бір баспана жоқ, бір көлік жоқ. Айтамын ғой, не істеп жатсың миллион теңге табыс тауып. Вопрос, сіздер көп табыс табу дұрыс, бірақ әрдайым айтамын, мынау расходыңыз азайып кетпесінші, расходыңыз көбейіп кетпесін, қайта азайтуға тырысыңыз. Адам өлмейді. Адам қатқаннан, сіз айтпақшы, қара су ішсе де, қара нан жесе де, адам аштан ешқашан өлмейді. Просто нәпсінің жетегіне еріп, мына жұрттың баласы былай істеп жатыр екен, мен былай істеуім керек. Жалпы тупо панты қойшы, әңгімені ашқа дейінші. Мен әкеме былай істеуім керек, былай істеуім керек деген сияқты. Просто мидан шығарып тастау керек. Сіз өміріңізге маскасыз қараңыз, айнаға барып, қожа фильмде айтады, айна барып, қожа не істеп жатсың? Тура сол сияқты ғой. Просто өміріңізге бет-бет қараңыз. Просто ертең сізде бір үйдің отбасы болса, әкесі болсын, немесе анасы болсын, проблема жоқ. Просто айтатын нәрсем, сіздің тура айтпақшысы, қаржылай сауатсыз болатын болса, адамдардың жалпы отбасыдағы түсініспеушілік те көп бола бастайды. Көп болады, Ал когда қаржылай сауатты болып бастайсың ба, Аллахқа саған шүкір, барлық нәрсесі айтпақшы. Өйткені ақша ол сіздің шынымен де мақсатқа жетудегі тікелей көпіріңіз ғой. Сосын қазіргі уақытта сіздердің достарыңыз бар, орталарыңыз бар, сол жерде де мысалы успешный успех болып жатады, көлік алып, енді ол білмейсіз ғой қандай нәрсе, қалай алып жатқан, киім алып, оны да білмейсіз, каспирет деген нәрсе бар, осындай ортада болуы мүмкін, әсер етуі де мүмкін, бірақ та жастардың солған ілесіп кетпеу үшін не істеуге болады? Қазір шынымен де жарыс заманы болып кетті. Қазір тек қана көрсету болды. Негізі, реально айтамын, ол этапта мен де өзім өткен болған. Просто менің қасымда адамдарым, 4 жолдас балаң болатын болса, 5 миллионер болатын болса, 5-тен проблема жоқ. Ортаны бірінші іріктеу керек деп ойлаймын. Бірақ ортаны іріктеген кезде де достарың бола ма? Бәрі ішіне көрмей андай мінсем дейді, көрсем дейді, жесем дейді, ішсем дейді. Вопрос, мен нәрсені қазір қатты ойланып отырмын. Мысалы, мен бір арманымда бір көлік деп айтайын. Мен көлікті алатын кезде, немесе көлік емес, примерно 400 мың теңге айлығым деп айтайын. Мынау менің Луи Виттоннан 220 теңге очки. Мен тұрамын да, айтамын. Мынаны қатты алғым келді. Бірақ мен мынаның эмоциясын 78 сағат істеп көремін. Егер де бұл эмоция маған 78 сағатта одан сайын керек болып эмоциям өшпей тұрамын, ол кезде аламын. Ал егер де 72 сағатқа қарай не алама, бұл өшеді. Өшіп қалады. Основной 90, бұл дәлелденген факт, 93.7% основной өшіп қалады. Не себепті? Мынау не үшін эмоция шығады? Ішіндегі кішкене внутренний ребенок оянады, себебі қасында адам алып тұр ғой. Қасында адам алып тұр ғой. Сол немен ол тұрады да, қазір сіздерге айтайын, мен қаншама блогерлер, кәсіпкерлер бәрін істегенмін, өмірлерін бәріне сенбей ақ көздер. Реально айтамын, ол қанша сыртында адам чисто инстаға успешный көрсетеді. Ешқандай адам өмірінде ажырасу отқан, немесе қандай қиыншылық отқан көрсетпейді. Дұрыс айтасыз. Сосын анау біз көлік алдық, жаңа бізде енді белгілі бір группалар бар ғой, енді білім алып жатқан. Сол жерде мысалы кейде жібереді, машина алдым, болмаса сол кезде мен айтқым келеді, құттықтаңдар, бірақ қалай алдың деп сұрап қою керек сияқты деп ше. Бұл ешқандай да бір көреалмаушылық емес. Бірақ одан кейін шынымен де ертең өміріңе ешкім гарантия бермейді. Сондықтан мейлі қазір сіз баспана алыңыз, мейлі 2%-бен алыңыз, мейлі көлік алыңыз, бірақ, пожалуйста, прям өздеріңізге әдет қылып қалыптастырыңызшы, дәстүр қылып қалыптастырасыздар ма? Қандай ипотека болсын, ол тиімді, тиімсіз разница жоқ, құтылуға тырысыңыздар. Ешкімге, ешқандайда бір теңгесіз, қарсыз өмір сүрген реально күшті. Ешкімге, еш нәрседе сен таңертең тұрған кезде, сен мейлі 2%, мейлі 1%-бен алсаң да, баспананы ше, бәрібір сен қарызсың да. Қарыз деген сөз, ана біреу сенің үстіңе келіп арыз жазғандағы состояние, сондықтан да сол состояние, жүк. Оны мейлі сіз
қазір айтуыңыз мүмкін, ой, инфляция, болмаса басқа енді эксперттер айтып жатыр ғой, ол тиімді ала бер, қорықпа 20 жылға деп ше. Жоқ, достар, 20 жылда емес, 10 жылда, 5 жылда емес, бір күн ешкімге қарыз болмай өмір сүруге болады. Қазір таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасасаңыз да, әрекет жасасаңыз да болады. Сондықтан шынымен дүние қуаламай, былайша айтқанда запас ақшаңыз болып, балаларыңызға міндетті түрде, енді үлкен қалада үй болу керек, ол міндетті түрде, өйткені қазір біреудің үйіне барып оқу деген заман кетті. Әркім қазір өздері пәтерде тұрады. Соны пәтеріңізді алып, өзіңіз егер ипотекада үйіңіз болса, соны жабуға тырысыңыз. Оның үшін қымбат мебелмен, техникамен толтырудың қажеті жоқ. Оның барлығы уақыт өте келе ескіреді. Ал мына қарыз, ол сіздің мойныңызда тұрады. Сондықтан да осы жағында қатты қарастырған дұрыс. Және де біз, алла бұйыртса, енді уақытымыз шектеулі ғой. Біздің миссиямыз өте жоғары. Біз барынша өзіміз енді қаншалықты жеткіземіз, енді жеткізуге тырысамыз. Интернеттегі жаңағы Инстаграм болсын, ТикТок болсын, мынандай YouTube каналдары болсын, біз барынша айтамыз. Сіздер тек қана бүгін қазір тыңдап тұрсыздар ма, бізді көріп тұрсыздар ма, ол жайдан жай келіп тұрған жоқ. Дәптерді аласыздар, бүгіннен бастап числоны жазасыздар, кіріс қанша кіріп жатыр, пособияға дейін, балаларыңызға осы айда түскен, туған күнге түскен ақшаның барлығын жазасыздар. Сол кірістен кейін шығындарыңыз реттейсіздер. Шығын өліп қалмау болу керек қой. Сараңдыққа қатты кетіп қалмаңыздар, бірақ та кішкене үнемділікпен тұрақты шығындарыңыз бекітіп аласыздар. Одан кейін ғана барып табыс болады. Яғни кірістен алып тастаймыз шығынды, тең табыс. Табысыңызды көбейтуге тырысыңыздар. Табысты көбейту үшін әрине кірісіңізді жоғарылатыңыз, шығындарыңызды азайтыңыз. Сол кезде ғана табыс сізді біраз жетістікке әкелетін болады. Біздегі живой пример міне. Біздің командамызда қаншама адам үй алып жатыр, қарыздарынан құтылып жатыр. Адамның жасағанын адам жасайды деп тағы да айтқым келеді. Енді сіз өзіңіз бір қорытынды бір сөзіңізді айтып жіберсеңіз. Жалпы сіз бағана айттыңыз ғой, команда туралы айтып қалдыңыз. Аллаға сан шүкір, қазір командамыз бар ғой, жоқ емес. И сол кезде мен былай айтатын апайға, апай, сіздегі бар білімді біз қарапайым халыққа шығарайық деп. Шүкір, қазір командадағы, басшы айтайын, мен осы салада жүрген кезде инфобизнес саласында жалпы 100% адамның 3% нәтиже шығарса, өте мықты результат. Реально айтамын. Қазір курс оқып, битіп кетемдердің көп қой. Ал біздегі шүкір, қазір конверсия бойынша 100-дің 90-95%, Аллахқа сан шүкір. Үй алып, қарыздан жауып, жалпы барлығы ассамбле білім алып кетті. Ең бастысы қаржылай сауатты ғой олар. Вот олар білетті уже. И мына нәрсені айтқым келді, әрдайым Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзінде де айтады ғой. Егер де ақша таппасаң, әкеңе де жатсын дейді. Абай Құнанбаев сонда 1894 жылы жазып кеткен да. Егер сен ақша таппасаң, әкеңе де жатсын дейді. Мен әлі есімде. Тура сол сияқты сіз әкеңе де жатсын деген нәрсе, сіз ақша табу үшін, ақша әрекет жасау үшін проблема жоқ, табыңыз, бірақ қаржылай сауатты болып, мамандардан әрекет жасап істеңіз, и сол кезде Аллахқа сан шүкір, өте үлкен нәтиже де, әрекет те болады деген сенімдеміз. И әрдайым ұсынатын да ешқашан жастарға бір-ақ нәрсені айтамын. Өзімде жаспын, ол нәрсені қолданып отырсам, ешқашан нәпсінің әрекетіне ермей, эмоцияға берілмей, тапқан ақшаңды дұрыс басқарып, миллион теңге табыс табасың ба? Бүгіннен басташ 100 мың теңгеге де 50 мың теңге адам өмір сүреді Құдай үшін. Алда оны шешіп алмайтын депозитке барып таста. Себебі сен басыңа сондай нәрсені істемейтін болсаң, Құдай оны жарататын басқа бір сынақ тауып береді. Міндетті түрде. И тура сол сияқты сіздің айтпақшы, менторым айтпақшы, тура сол сияқты алда маняға құрт дейтінсіз. Сіз айттыңыз ғой, алда мыняға жауыпса. Каспиіңді құрт ұстама деп айтатынсыз. Вопрос неде болса, мен басында апайға полный костюмді беріп қойғаным. Тексеріп шықты. Осы нәрсе істеді. Аллаға сан шүкір, қазіргі таңда нәтижесіне мен Аллаға сан шүкір басымды деп рахмет айтамын. Вопрос тура осындай кісілердің 16 жылдық тәжірибесін алу үшін не істеу керек? Осы көріп отқан подкасттың өзінен қазіргі әрекетті бірге бір жазып алып, просто істеу керек. Және де жас отбасы болсын, орта буын отбасына айтарым, мен де бір кеңесім деп айтайыншы. Күйеуі мен әйелі ақшаны бөлек ұстамаңыздар. Ортаға салып, орта мақсат, ортақ әрекет болса ғана, бөлек ұстап жүрген сенің міндетің деп бір-бірімен айысып жүрген отбасыдан 20-30 жылға алдыға кетіп қаласыздар. Рахмет, жалпы подкаст осымен тәмам. Келесі подкастта қандай сұрақтар сіздерді мазалап жүр, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде оқып жауап беретін боламыз. Рахмет.